Баршаңызға сәлем. Егер сіздің балаңыздың басы ауырса, не істеу керек? Дәрі-дәрмексіз бас аурудың қалай алдын аламыз? Осы туралы айтатын боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, каналда комментариялар жазып, активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді бас ауру туралы айта кетейік. Енді мен алдыңғы видеоларда айтқандай, бас аурудың ең жиі кездесетін түрі ол бас аурудың кернеулік түрі. 80% жағдайда біздің балаларымызда бас аурудың кернеулік түрі кездеседі. Немесе орысша айтқан кезде головная боль напряженного типа. Бұл енді өзінің аты айтып тұрғандай, баланың жаңағыдай напряжениясынан, яғни күнделікті режимінің дұрыс еместігінен, уақытылы ұйықтамаған кезде, уақытылы дұрыс тамақтанбаған кезде, жаңағыдай баланың басының айналасындағы бұлшық еттері, жаңағыдай мойын айналасында бұлшық еттері, жаңағыдай напряжениядан спазмға ұшырап, балада бас ауру пайда болады. Екінші түрі ол жиі кездесетін, ол мигрень. Мигрень дегеніміз ол бас сақинасы қазақша атауы, көбінесе ата-анасынан беріледі бұл бас ауру. Және де бұл бас ауруға баланың уже бейімділігі бар деген сөзді. Енді ең соңында кездесетін жаңағыдай бас ауру ол екіншілік бас ауру дейді. Ол анемиядан кейін, немесе өт толса, немесе балада бір определенный ағзасында зат алмасы дұрыс болмаса, бір заты қорытылмаса, немесе мұрында гайморит болып, жаңағыдай аденоид болып, мұрнымен дұрыс тыныс алмай, синуситтерден синусоидный бас ауру деген болады. Осындай бас аурулар ол ең соңында кездеседі. Және де осы бас аурулардың барлығын дәрі-дәрмексіз алдын алуға болады. Ол үшін не істейміз? Ең алдымен бірінші ол баланың күнделікті режимін қалыптастыруымыз керек. Ол режим дегеніміз қалай? Яғни баланың жаңағыдай ең алдымен ұйқысынан бастаймыз. Бала бір уақытта ұйқыдан тұру керек, бір уақытта ұйқыға жату керек. Және де бұл режимді желательно күнделікті ұстанған дұрыс. Мысалы, кейбір күндері бала если жаңағыдай кеш жатып, жаңағыдай кеш тұратын болса, уже сағат 10-11-де мысалы ұйқыдан оянатын кейбір балаларымыз, олардың да режимі дұрыс емес, потому что бізде түнде кортизол деген гормон сағат 9, 10, 11, осы 3 сағаттың ортасында бөлінеді. Сонда бала 10-да примерно орташа есеппен алып, әр бала бізде сағат 10-да жату керек. Және таңертең ертерек тұруға болады әрине. 8 сағаттық ұйқы негізі самый стандартный қалыпты ұйқы болып есептеледі. Енді режим не деген ұйқыда бірінші очередь. Екінші кезекте ол питание. Питаниямыз бізде тамақтануымыз балада жаңағыдай дұрыс болу керек. Әсіресе бас ауруды күшейтетін тағамдарды, немесе триггерлік заттар дейді, триггерлік тағамдарды азайтуымыз керек. Ол қандай тағамдар десеңіз, это кола, кофе, шай деген сияқты құрамында кофеині бар заттар. Кейбір балаларда жаңағыдай цитрусты заттарға желательно балаға күнделік арнап, сол қандай продукты жеген кезде баланың бас ауру күшейеді. Сол туралы бетіп күнделікке жазып отырсаңыздар, баланың бас ауру неден пайда болатынын сіздер біле аласыздар. Күнделік арнаған, негізі баланы бас ауратын балаға күнделік арнаған дневник головной боли өте дұрыс. Потому что сіздер даже өздеріңіз дәрігердің көмегінсіз баланың басы неден кейін ауыратынын уже анықтап біліп отырамыз. Енді бұл жерде питание дедік, тамақтану дұрыс болу керек. Триггерлік заттарды төмендетуіміз керек. Және де балаға уже головная боль напряженного типа деп, немесе кернеулік бас ауру деп диагноз қойылды ма, диагноз қойылғаннан кейін сіздер бұл диагнозды алдын алу үшін сіздер жаңағыдай релакс терапия дейді. Яғни баланы сіздер жаңағыдай массажға барсаңыздар болады, немесе балаға релакс процедуралар қазір көп қолданылады. Шейно-воротниковый зонаға жаңағыдай босаңсытатын физиопроцедуралар алсаңыз болады. Сондай сияқты баланың именно шейно-воротниковый зона дейді, яғни мойын аймағындағы бұлшық еттерді және де бастың айналасындағы бұлшық еттердің спазмын төмендетуге арналған релакс заттарды қолдансаңыздар болады. Енді келесі алдын алу жолымыз ол лечебная физкультура дейміз. Немесе
пайдалы жаңағыдай бізге емдік жаттығулар жасау керек. Яғни емдік жаттығу дегеніміз ол әртүрлі болуы мүмкін. Енді кейбір балалар спортқа баратын болса, сол спортты сіздер нагрузкасын примерно өздеріңіз рассчитывать етулеріңіз керек. Яғни тренермен ақылдасып, мен балам осындай қатты осындай интенсивті тренировка жасаса басы ауырады, немесе осынша орташа жасаған кезде бізде бас ауруымыз болмайды деген сияқты тренермен отырып ата-анасы балаға арналған нагрузканы анықтап алған дұрыс. Содан кейін барып, сол нагрузкаға қарай күнделікті балаңыз спортпен айналысатын болса, оның өзі сіздерге жаңағыдай головная боль напряженного типаның алдын алуға көмектеседі. Бірақ спорт бізге өте пайдалы, потому что ол қан айналымын жақсартады, спазмдарды босатады, баланың жаңағыдай энергия алмасуына жақсы және иммунитетіне жақсы. Міндетті түрде негізі бала спортқа барғаны дұрыс. Егер спортқа бармайтын балалар, постоянно компьютерда, телефонда отыратын балалар, бізде оларға әрине қиын. Енді сіздер спортқа бере алмайтын жағдайыңыз болатын болса, онда міндетті түрде балаңыз таза ауада серуендесін, таңертең кешке жылдам жүріс, балаңызбен бірге жаттығулар жасаңыз, мойын аймағына және де кеуде мен қол аймағы, мойын барлығы бірге жасасаңыздар, сондай жаттығулар біздің жаңағыда баламыздың мойын аймағына және басқа қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Және дыхательная гимнастика дейді, яғни таза ауада таңертең тұра салысымен терең тыныс алып, немесе жатар уақытта прогулка жасасаңыздар, оның өзі балаға өте үлкен пайда болады. Және де ең последний бізде жаңағыда алдын алу жолы ол уақытылы демалу. Яғни бала қаншалықты жұмыс жасайды, яғни оқуы бар, жаңағыдай қосымшалары бар, спорты бар, сол соншалықты демалу уақытылы болу керек. Біз демалуымыз, яғни обычно демалыс күндері біз табиғатта немесе басқа да бүйтіп именно жаңағыдай зданияда емес, кішкене жаңағыдай психоэмоционально тыныштық орнататын, немесе природаға шығып деген сияқты сондай демалулар ұйымдастырсаңыздар болады. Осы кеңестердің барлығын қолдансаңыздар, балаларыңыз ұйқысы дұрыс болса, дұрыс тамақтанатын болса, балаңыз спортпен айналысатын болса, және де уақытылы жаңағыдай сіздер балаларыңыздың бас ауруы неден пайда болатынын біліп отырсаңыздар, анализдердің бәрін қарап отырсаңыздар, онда сіздер дәрі-дәрмексіз балаларыңыздың бас ауруын алдын аласыздар. Енді осы сіздерге мәлімет пайдалы болған болса, астына комментарияға ойларыңызды жаза кетіңіздер, сұрақтарыңыз болса астына жаза кетіңіздер. Қолым босаған уақытта жауап беруге тырысамын. Әр комментарияны міндетті түрде оқып шығамын. Және де осы пайдалы мәліметпен басқа өздеріңіз жақындарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Ал мен тыңдағандарыңыз үшін рахмет, қош сау болыңыздар.